Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге осындай қысқа арналған дәмді тәбеташар салат дайындаймыз. Маңызды сәттерін жіберіп алмай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен банкаларымызды жақсылап жуып, мантаваркаларымызға қойып, 7-8 минут көлемінде булап аламыз. Қақпақтарында 3-4 минуттай қайнатып аламыз. Салатты дайындауға бізге етті қызанақ және болгар бұрыштары қажет. Одан кейін бір үлкен пияз, сәбіз, сарымсақ, ащы бұрыш, аскөктер қажет болады. Барлығын мөлшерін описание бөлімінде қалдырып кетемін. Ең алдымен қызанағымызды ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болатындай етіп 4-ке бөліп аламыз. Одан кейін ет тартқыштан барлығын өткізіп аламыз. Келесі кезекте болгар бұрыштарын турап аламыз. Осындай видеода көріп тұрғандарыңыздай ірілеп 3-4 бөлікке бөлеміз. Қызыл, жасыл екі түсті болгар бұрышын алдым. Тек қана қызыл болгар бұрышын пайдалансаңыздар да болады. Келесі кезекте сәбізімізді арнайы кәріс салатына арналған теркадан өткізіп аламыз. Ұзынша етіп сәбізімізді тураймыз. Келесі кезекте сарымсағымызды осындай ұсақтап, жұқалап турап шығамыз. Қызыл ащы бұрышымызды да майдалап турап аламыз. Ал енді бізге қуыруға осындай үлкен бір бас пияз керек. Пиязды кәдімгідей күнделікті тамаққа турағандай жартылай сақиналап турап шығамыз. Қалауларыңызға қарай укроп, петрушка қоссаңыздар да болады. Мен бір бас укроп, бір бас петрушка қостым. Осылайша салатқа қажетті заттарын барлығын турап, ет тартқыштан өткізіп дайындап қойдық. Енді салатты дайындауға кірісетін боламыз. Алдымен кастрөлімізді қыздырып, 150-200 миллиграммдай май құйып аламыз. Одан кейін турап алған пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Келесі кезекте болгар бұрыштарын салып қуырамыз. Шамамен 7-8 минут көлемінде қуырып аламыз. Одан кейін сәбізімізді саламыз. Шамалы қуырғаннан кейін сәбізіміздің көлемі бір шама басылады. Осылай араластырып қуырыңыздар. Газдың асты қатты тұр. Қатты отта қуырамыз. Ащы бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, үстінен тартылған қызанақтарымызды құямыз. Қызанақты құйып алғаннан кейін араластырып, қайнағанын күтеміз. Қайнап шыққаннан кейін дәміне қарай тұз қосамыз. Тұзды 4 ас қасық толтырмай салдым. Одан кейін 4 ас қасық шекер салдым. Араластырып дәмін көріп алыңыздар. Азда болса тағы қоссаңыздар болады. Келесі кезекте бізде 9% уксус қажет болады. Шамамен 3 ас қасық уксус құямыз. Жақсылап араластырамыз. Алдағы уақытта каналымнан үнемі шығып отыратын осындай қазақ тіліндегі керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Келесі кезекте ірі қара бұрыш және лавр жапырағын қостым. Барлығын салып араластырып, дәмін көріп, тұзы жақсы болса 30 минут орташа отта қайнатамыз. Салатымыздың қайнап жатқанына 20 минуттай уақыт болғанда пісуге жақын қалған кезде сарымсақты ұсақтап туралған аскөктерімізді салып араластырамыз. Тағы да 10 минут көлемінде қайнатамыз. Жалпы салатымыздың қайнау уақыты 30-40 минут болады. Осы уақытта болгар бұрышы мен сәбізді жеп көріңіздер. Қатты кіттіріліп, тірі болып тұрмауы керек. Болгар бұрышы мен сәбізіміз жұмсаруы керек. Салатымыз дайын болды. Газдың астын кішкене басып қойып, ыстық күйінде тез-тез стерилленген банкамызға құйып, банкамыздың бойын суытпай жауып тастаймыз. Жалпы 5 банка салат шықты менде. Дайын болған салатымызды көрпеге орап, бір тәулік толық суығанша қалдырамыз. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен тағы да видеолар бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.